Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін дәл осындай ерекше, дәмді және ашытқысыз бауырсақ дайындайтын боламыз. Өте керемет болады, бір жасағаннан ұқсап шығады және тез дайын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Un, кефир, ас содасы, шекер, тұз, сұйық май, жұмыртқа керек болады. Ең алдымен біз кефирімізге ас содамызды салып, араластырып 5 минутке алып қоямыз. Ал енді унымызға тұзымызды, шекерімізді салып, қолымызбен кішкене араластырып аламыз және жұмыртқамызды салатын боламыз. Енді біздің реакцияға кіріскен кефирімізді салып, қасықтың көмегімен дәл осылай араластырып отырамыз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай араластырып алдық. Енді сұйық майымызды құйып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қамырларымызды дәл осылай жақсылап илеп аламыз. Біздің қамырымыз да дайын болды. Дәл осындай жұп-жұмсақ қамыр болуы қажет. Ал енді дайын қамырымызды 15 минутке үстін жауып алып қоямыз. 15 минут өтті, енді кішкене un сеуіп, қамырымызды тұп-тұмалақ етіп жайып аламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар және тәттілердің рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Енді қамырымызды дәл осылай стаканмен кесіп алатын боламын. Ал сіздерде форма болса, формамен кесіңіздер. Дәл осындай қалыңдықта болу қажет. Қамырларымыздың барлығын кесіп алдық. Енді артынан шыққан лишний қамырларымызды қолымызбен илеп 15 минутқа демалдырып, тағы осылай тұп-тұмалақ етіп кесіп алатын боламыз. Енді дайын қамырларымызды үстін жауып 15 минут демалдыратын боламыз. Газға май қойып қоюымыз қажет. Біздің бауырсақтарымыз демалғанға дейін қызып тұрады. Ал енді 15 минуттан кейін дәл осылай қамырларымызды бірінен кейін бірін салып қуырып алатын боламыз. Газымыз төмен болуы қажет. Сонда іштері пісіп, әдемі болып, тұп-тұмалақ болып шығады. Барлық жері бірдей қызару үшін дәл осылай араластырып отыруымыз қажет. Ал біздің бауырсақтарымыз да дайын болды. Енді ыдысымызға аламыз. Қалған қамырларымызды да дәл осылай бірінен кейін бірін салып қуыратын боламыз. Араластырып қуырып дайындап алдық. Енді ыдысымызға аламыз. Ал біздің бауырсақтарымыз да дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай түстері дәл осындай керемет, әдемі болып шығады және тез дайын болады. Ең бастысы өте дәмді болады. Бір жасағаннан ұқсап шығады. Дәл осындай тұп-тұмалақ бауырсақтары болады. Міндетті түрде сіздерде дайындап көріңіздер. Қонақ келетін жағдайда да тез-тез пісіріп дастарханға қонақтың алдына тарсаңыздар болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар және қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңадан шыққан видеоларымды біріншілерден болып көретін боласыздар. Бауырсағымыздың іштері дәл осындай воздушный, әдемі болып шығады. Ал сіздерге сәттілік достар.